Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған нанның құрамымен бөлісемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, нанымыз өте жұмсақ, әрі үлпілдеп, көтеріліп піскен. Ең алдымен таза ыдысымызға 200 грамм піспеген асқабағымызды саламыз. Егер сіздерде ручной блендер болса, бұдан да ұсақтап турап алуларыңыз керек. Келесі асқабақтың үстіне 2 дана жұмыртқамызды саламыз және үстіне аздап тұзымызды себеміз. Және де жарты шай қасық содамызға алма сірке суын құйып көпіршітіп аламыз да оны үстіне құямыз. Үстіне 30 грамм балымызды салып, және де соңында мускатный орехты себуге болады. Енді барлығын блендердан жақсылап өткіземіз. Енді 200 грамм күріш ұнына 1 шай қасық разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы ұнымызды жаңағы блендердан өткен асқабақтың үстіне салып, жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Нанымыз бір елкі болып, үлпілдеп пісу үшін осы консистенциямызды жақсылап араластырып алуымыз керек. Дайын болған консистенциямызды осындай тік төртбұрышты формамызға қасықпен аз-аздан салып аламыз. Енді дайын болған қамырымыздың үстіне асқабақ дәнегін немесе күнжутты себуге болады. Келесі формадағы қамырымызды духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне достар, нанымыз пісті, дайын. Осы рецептпен пісіріп көрулеріңізге болады. Мені қолдап, маған тіркеле кетіңіздер.